Сәлем достар. Бүгін өздеріңіз көріп тұрғандай біз далаға қонамыз. Қорқпайсың ба Ақбаян? Мен де қорқпаймын достар. Бүгін бізде эфирде Ақбаян екеуміз. Біз бір пакет жейтін нәрсемізді алып алдық. Осы жерде түнімен әңгіме айтамыз, қызымыз екеуміз. Қорқпаймыз деп үміттенеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Достар, міне біз келдік. Мына жерде біз вкусняшкилерімізді, жейтін нәрселерімізді алдық. Распаковка жасап жіберейік. Ақбаян аша ғой. Осындай чипси алдық. Екі суымыз бар. Ал достар, бізге сәттілік, қорықпай, осы жерде таңға дейін жататын боламыз, иә? Қазір енді чипси жейміз ба? Чипси жейміз достар. Ақбаян аша аласың ба? Вау, бізде кім келді? Достар, міне айым келді. Келе ғой айым. Келе ғой. Ол мен қорқамын, видеоға түспеймін деп кетіп қалған болатын. Ал енді келді. Келе ғой айым. Тәттілер дейміз. Келе ғой. Жаным. Не қылды? Келе ғой қызым. Кел ішке кіре ғой. Бол, кіре ғой. Кел қызым бізбен бірге. Достар, айым. Айым, сен біздің барлық затымызды алып, еще видеоға түспеймін дейді, қорқам дейді, таңға дейін жатпаймын, видео боламын дейді. Қайда кеттің, айым? Кеттім. Неге? Ой, айым, бұл дұрыс болмады. Ал достар, біз айымды көндіре алмадық видеоға түсуге бізбен бірге. Ақбаян екеуміз өзіміз түсетін болдық. Айым көнбеді, ұйықтамаймын далада, қорқамын деп жылап жатты. Ақбаян, мен саған қорқынышты әңгіме айтып берейін ба? Бір баяғыда шеш тырнақ деген кемпір болған ғой. Тырнақтары ұзын да. Сосын кембар болушы, түнде жатқан балаларға деп келген ғой. Ал ас болсын бізге, достар. Сіздер не істеп жатсыздар? Сіздер далаға жатып жатсыздар ма? Күн қалай болып жатыр сіздерде? Комментарийға жаза кетіңіздер, я? Достар, айым түспеймін деп қарсыласып біздің жанымыздан кетіп қалды. Сіздер қалай ойлайсыздар? Ақбаян қорықпай аяғына дейін бұл челленджде түсе ала ма? Міндетті түрде. Қорқынышты достар. Міндетті түрде жаза кетіңіздер. Ал достар, біз далада отырмыз, тамақтанып, әңгімелесіп. Ақбаян, қорқынышты оқиғалар білесің ба? Айтып берші. Достар, тыңдаңыздар. Бүгін бір қыз далада бір жүрген бәрі ұйықтаған. Сөйтіп жүрген кезде апасының ауылына кетіп бара жатқан кезде алғаш сол кезде бір тықыр дейін дауыс шығады екен. Сосын қыз қорқып кетеді екен да. Артына қараса бір ескісі жүр екен, апасының ескісі екен. Сөйтіп ол апамның ескісі ғой дегенде бір тағы бір тықыр дегенде не ол деп қорқып кетеді да. Сосын сол кезде артына аю айды сөйтіп жеп қояды, қызды жеп қояды екен да. И сөйтіп нағыз қандағындай деп алдына шығарып тастаса, шиыр қалады екен. Сөйтіп сосын шетінде қыз болып шығады екен. Өсіп, кәндірдей өсіп, әпшесі болып жүргенде қорқпайды екен. Тықыр десе де қорқпайды екен. Сөйтіп апасының ауылына өзімен өзі бара береді екен да. Артынан қасқыр шықса да қорқпайды екен. Ол батыр қыз екен ғой, иә? Иә, үлкен қыз болып кетсе, сөйтіп батыр қыз болып кеткен. Бұл сонда қорқынышты оқиға ма, Ақбаян? Достар, сендер қандай қорқынышты оқиға білесіңдер? Комментарийға жаза кетіңдер, иә? Ақбаян, біздің достарымызға не айтасың сен?
лайк басып кетіңіздер, комментарий кетіңіздер. Ұмытпаңыздар, міндетті түрде достар, сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Достар, біз тамақтанып болып қалдық. Қазір тамақтанып болған кейін ұйықтаймыз. Мен ойлаймын, қорқынышты еш нәрсе болмайды деп. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Комментарийға жазып кетіңіздер. Қазір ұйықтауға дайындалайық Ақбаян екеуміз. Ал достар, Ақбаян екеуміз ұйқыға жаттық. Қорқпаймыз қызым, иә? Қараңыздар, достар, қап-қарың қазір жерде свет өшіреміз, ұйқыға жатамыз. Құдай қаласа, тыныш ұйықтаймыз деп сенеміз. Бізді ешкім қорқытпайды. Біз ешнәрседен қорқпаймыз, иә? Достар, мұны қараңыздар, сенбесеңіздер даланың қап-қара. Ақбаян. Ей, достар, Ақбаян жоқ. Қыз ба демен ағысқаға кеткен. Қараңыздар, достар, орнында жоқ Ақбаян. Ақбаян. Үйге кіріп кетті ма? Мен қазір үйді көрейінші, достар. Достар, мен Ақбаянды іздеуге шықтым. Ақбаян жоқ. Что-то мен қорқа бастадым. Қараңыздар, мен жақты, достар. Ақбаян. Достар, көріп тұрсыздар ма Ақбаян? Қарасаңдар, мына жер қорқынышты ғой, ол қақа кетті. Ол қорқпай ма сонда? Ақбаян. Ой, достар, мен түсінбедім, Ақбаян қақа кетті, мен қорқа бастадым. Үйде екеуміз ақ қой, екеумізден басқа ешкім жоқ, ол қайда кетуі мүмкін, достар, қай жерден іздесем болады? Далаға шықпай, мен оны дарбаздан құртап қойдым. Тәс, дарбаза жақта барып көріп келейінші. Дарбаза жоқ. Дарбаза жабық. Мен достар, дарбаза жабық. Дарбазада жоқ. Үйде екеуміз ақпыз. Ақбаян қайда кетті? Ақбаян? Ана жерде біреу Ақбаян тұрған сияқты. Ақбаян. Ақбаян, неғып тұрсың? Ақбаян, неғып тұрсың? Жүр, ұйықтап оянып кеттің ба? Сөйлемейді достар Ақбаян. Бай, бұның ондай жоқтығын. Жүр, ұйықтайық қызым. Істедің? Таза жұтып ана үстінде тұрған ғой. Ойбай, сен қазақ екесің, таза жұтып тұрған емес қызым ау. Мен сені іздедім барлық жақтан. Даусымды естімедің ба? Ақбаян деп ана жердің барын көріп келдің ғой, сен төсекте жоқсың ғой. Бәрі жақсы ма? Басың ауырып тұрған жоқ па? Ондайың жоқ еді ғой сенің, не қылды? Ұйқың кеп тұр ма? Жүр, ұйықтаймыз. Шығып кеткен емес? Айттым ғой, әшейін видео түсіреміз, далада ұйықтаймыз деп қызым. Достар, Ақбаяның бұндай жоқтығым негізі. Достар, Ақбаян тазаға жұтып тұрған екен әшейін. Бұлай үйтіп кетпеген екен, оны айтып болып ше. Әшейін ана жаққа барып көргім келді дейді. Даусыңызды естімедім дейді, ана жақта отқан ұйқысырап тұрған ғой енді. Енді олай кетпей қызым бақыма. Ұйықтай қоямын. Қайырлы түн. Пока-пока.